1990 жылларда Юрий атлы жігіт хүжетлерді қалбекелестіру, зорлауға ұрыну, адам ұрлау статьясы менен қамаққа алынады. Оның тұтқыны тірі қалады, бірақ оны қорқыту үшін Юрийден көп нәрсе талап етілмейді. Ол тұтқынға тек қана өзінің туылғанлық хақындағы гуалығын көрсетеді. Оны оқыған тұтқын болса, қорққаннан қалтырай бастайды. Гуалықтың әкесі деген пунктінде Чикатило Андрей Романович деп жазылған еді. Неге қыз бөншелі дәрежеде қорқып кетті? Апуайы ат, ямаса онда емес пе? Қыз қашанлардыр Андрей Чикатило атлы шақс елуге жақын ауыр жинаятларды әмелге асырғанын, өзінің құрбанларын зорлап, денесін тірлей бөліп тастағанын жақсы еститін еді. Бүгінгі санымызда сіз жәмиеттің қойған талапларына толық әмел етіп жасаған, мемлекет һәм жәмиет идеологиясы бойынша терең білімге ие болған үшінда, басқаларда гуман пайда етпейтін жолларды білген, хаттекі Өзбекстанда да адам өлтіріп үлгерген жауыз жинаятшы Андрей Чикатило хақында біліп аласыз. Ескертіп өтейін, ол адам жеркеншілі іслерді әмелге асырған, және оның қандай дәрежеде жауыз болған түсіндіру үшін оларға тоқталып өтуге мәжбүр боламын. Қане басладық. Андрей Чикатило 1936 жыл 16 октябрьде Украинаның қазіргі Сум уалаятында жарлы шаңырақта туылған. Екінші дүние жүздік ұрысы басланғанда әкесі ұрысқа кетеді. Һәм тез арада партизан отрядына командирлік ете бастайды. Андрей және оның ажағасының тарбиясы болса, жергілікті совхозда істеген анасының қадағалауында қалып кетеді. Ұрыс дәуірінде бүткіл совет ауқамы халқы басына түскен ауыр күндер Чикатило шаңырағында шетлеп өтпеді. Бәлкім Андрейдің рухиятына ұрыс жылларының қорқынышлы бомбардировкалары ақбетлері һәм балалық уақытында көрген өлілер тәсір еткен болуы мүмкін. 1942 жылдың ақырында немістер оның ауылын басып алады. Фашистер жергілікті халықтың бір бөлігін қырып тастайды. Өлімге сүргін етілгендер ізінен жас балаларды қызығып жүгіріп барған. Олардың арасында Чикатило да бар еді. Әскерлер жас балаларды да ата бастайды. Чикатилоның теңлестері болса, оның көз алдында ізбе-із жерге құлай бастайды. Қауөтерге түскен Андрей сүрінігіп жығылады, һәм басын тасқа ұрып, есін жойтады. Фашистлар өлілерді шұқырға лақтырады, һәм оны да өлді деп ойлап таслап жібереді. 6 жаслы Андрей қанға бөленген өлілер арасында оянады, һәм таң атқанға шекем қорқыныштан қимылдамай жатады. 1943 жылда Чикатилоның сіңлісі Татьяна дүниеға келді. Қыз бірнеше жыл давамында шаңарақ басылығы фронтта болған уақытта туылған. Айрым мағлұматларға көре, Андрейдің анасы неміс әскері тарапынан зорланғаннан кейін қамледар болған. Татьянаның туылуы болса, шаңарақтың жағдайын және де ауырластырды. Андрей аш болған уақытында хатте от һәм тамырларды жеуге де мәжбүр болған. Сол уақытта оны өмір бойы қинап келген қорқу пайда болады. Аш қалған адамлар үшін жемтікке айлану. Мағлұматларға көре, тап ұсындай тағдыр оның ажағасы Степанның басынан өткен. Яғни оны ашлықтан қиналған қоңсылары келіп ұрлап кеткен, һәм жеген. Баланы негізі өзінің ағайынлары жеген деген мағлұматта бар, бірақ ол сенімлі тасдиққа ие емес. Андрейдің әкесі фашистерге тұтқынға түседі. Ұрыс таусылғаннан кейін болса үйіне қайтады. Дегенменен совет ауқамында да оны қамақ күтіп тұрған еді. Себебі ол тұтқынлық дәуірінде мемлекетке қиянетте гуманланып қамаққа алынады. Ұрыс жыллары Андрейдің рухиятына тәсір етпей қоймайды. Сондай-ақ оның денсаулығы менен байланысты машқаларда бар еді. Хатте туылған уақытында да шпакерлер оның ми менен байланысты машқалары бар екенлігін сезген. Кейіншілі неврологиялық белгілері біраз күшейген. Бұнан тысқары 12 жасқа шекем Андрей эмурез кеселігін азап шегеді. Бірақ сол уақытта бұны емлеудің ләжі жоқ еді. Андрей мектепте ұлыма сөйлемейтін ұялшақ, қорқақ оқушы болған.
Ұялғаннан дәптері үйінде қалып кеткен болса да, ешкімге айтпастан тек жылап отыра беретін болған. Хаттекі аш болып жүріп, ол есін жойытып жығылған жағдайларда болған. Сондай-ақ Андрей ұзақты жақсы көре алмаған. Қам 30 жасынан баслап көз әйнекті тағып баслаған. Неге? Себебі төрт көз, очкарик деп айтылуынан қатты қорыққан. Андрейдің истерикалық мінез-құлқы теңдеслерінің әрдайымғыдай масқара қылуына һәм кемсітулеріне ұшырайтуын еді. Оны қыз бала деп мысқалаған һәм үстінен күлген. Өмірім дауамында менен аяқларын сүртті. Адам деп есапламады, дейді кейінірек Чикатило. Андрей мектеп жылдарында саясатқа жүда қызығып қалған. Оның сөздеріне көре, 1953 жыл 5 мартта Сталин қайтыс болғанында ол 16 жаслы өспірім. Марксизм һәм ленинизм бағдарында терең білімлерге ие болған. Қанегелердің ойынлы-шынлы сөздеріне көре, ол совет ауқамын аңсатлық пенен басқару мүмкін болған. Яғни ол сол уақыттағы жәмиет үшін ватанпарвар, партияға садық, тәртіп интизамлы адам болып көрінген. Мектепті айрықша оқушы сыпатында тамамлағаннан кейін 17 жасlı жігіт адвокат болуға қарар етеді. Бірақ әкесінің өтміші себеплі оқуға кіре алмайды. Бірақ Андрей жоғары мағлұматлы болып кірінен қайтпайды. Һәм техникумға тапсырып, бітіргеннен кейін Пайтахт институтының сыртқы бөліміне кіреді. Ол теміржол транспорттың инженері болуды режелестірген еді. Дегенменен 2 жыл өткеннен кейін оқуды таслап 23 жасында армияға кетеді. Қызығы сонда ол қызметті Орта Азиядағы шекара әскери құрамында өтеген. Сондай-ақ мағлұматларға көре, ол әскери қызмет уақытында жынси зорлыққа ұшыраған. Һәм бұл оның психикасына жүда тәсір еткен. Армиядан кейін Чикатило өмірін басынан баслауға қарар етеді. Ростов уалаятына көшіп өтіп, бір кіші қалашада телефон станциясына жұмысқа кіреді. Тұрмысы біраз жақсыланады. 1963 жылда Ростов мемлекеттік университеті филология факультетінің сыртқы бөліміне оқуға кіреді. 1970 жылда болса Чикатило оқытушы болып істей бастайды. Һәмме нәрсе жақсы кетіп атырғанда еді. Бірақ 34 жаслы оқытушы өзін қолайсыз тұтатуын еді. Ол оқушы қызларға сүйкеле бастады. Өзін қамқор оқытушы етіп көрсетіп, қиын вазипаларды түсіндіру үшін оқушыларын алдыға отырғызатуын һәм қызларға тиісе бастайтуын еді. Базыда Андрей мектеп-интернат жатақханасына оқушы қызлар ұйықтауға таярлық көріп, киімдерін алмастыратуын уақытын күтетуін һәм соннан кейін тосаттан олардың ханасына кіріп қалатуын еді. Іс-әрекеттері хақындағы гәп мектеп-интернат басшылығына жетіп барды. Олар бір оқушы қызға тиіскендігін анықлайды. Һәм жұмыстан шығарып жібереді. Ұлыма алғанда Чикатилоның маньякқа таң психологиялық қасиетлері 10 классында пайда бола бастаған. Ол кейіншелі сіңлісінің достын зорлауға ұрынған. Бірақ ойлағанындай болмағаны, соған қарамастан оған көбірек күш үстету һәм өзін ол қыздан үстін екенін сезу ұнағаны хақында айтқан. Яғни оның бұндай харекетлер қылуына мақсат зорлаудан көре көбірек күш үстету һәм ол адамды қинап атырғанын көруден ләззетлену болған. Бірақ мектеп дәуіріндегі бұл уақиядан кейін ол тек қана низамлы өмірлік жолдасымен жынси қатынас етуге қарар етеді. Дегенменен бұл да кейіншелі машқалаға айланады. Себебі ол импотенциядан қиналатуын еді. Ол үйленуді қалеген бір қыз бұны біліп қалады. Һәм оған разы болмайды. Бұннан тысқары һәммеге бұл хақында айтып береді. Чикатило және атрапындағылардың күлгісі астында қалады. Һәм өз жанына қас етуге бірнеше мәрте ұрынады. Уақыт өткеннен кейін 27 жасында сіңлісі оны өзінің Феодосия атлы бір достыменен таныстырып қояды. Бұл қыз сол жылы Чикатилоның өмірлік жолдасына айланады. Ерлі-зайып жынси қатынас мәселесінде көп машқалаларға дүс келген болса да, Андрей бір қыз һәм ұлдың әкесі болады. Соныңменен бірге Чикатило хаялынан жасырынша үзліксіз түрде жез өкшелерге, яғни жолы бұзылған хаяларға müracaat етіп тұратуын еді. 1978 жылда Чикатило өзінің шаңырағымен бірге Шахты қаласына көшіп өтеді. Ол бұл жерде
апайы мектеп оқытушысы болып істейді. Оның мінез құлқларындағы түсініксіз әрекетлер барған сайын және сезіліп баратуын, һәм бұның үшін болса, оның үстінен күлетуін еді. Бір күні Чикатило 15 жаслы оқушысын бөлек шақырып, оған тиісе бастайды. Өспірім оның бұл іс әрекетлеріне даусын көтеріп бақыра бастайды. Бұны естіген оның классластары болса жүгіріп келеді, һәм педофилді һәммесі бірге ұрады. Бұл вақиадан кейін оның мұғалімшілік іскерлігі бүткілдей таусылады. Андрей Чикатило бірінші адам өлтіруді сол уақытта, яғни 1978 жылда әмелге асырған. Шахты қаласына көшіп өткенде, Чикатило жасырын түрде жинаған 1,5 мың рубльге тоғайда жайласқан ярым құлап түскен үйді сатып алады. Ол әдетте бұл жерге жезөкшелерді, яғни жолы бұзық хаяларды шақырған. 22 декабрь күні ол 8 жаслы қызды импорт сақыз сауға етемін деп, осы үйге алып келеді. Бірақ қызға ханаға кіруден маньяк оны кроватьқа жығылтады, һәм киімдерін жырта бастайды. Қыздың бар даусыменен бақыруы болса, Чикатилоны және де рухландыратын еді. Маньяк қызды зорлағаннан кейін оны пышақлайды, һәм қуып өлтіреді. Қыздың денесін болса, жақын жерде ағып өтетін дарияға лақтырады. Өліні анықтаған милиция қызметкерлері тексеру процесінде фоторобот даярлайды. Ол біраз болса да Андрейге ұқсар еді. Бірақ Андрейдің хаялы тексеру дауамында қызметкерлерді күйеуін сол күні үйде болғанын айтып алдайды. Бұнан тысқары Андрей коммунистік идеяларды жақсы білетұғын һәм системаға толық бойсынатұғын бұқара еді. Милиция қызметкерлерін оның тек қана мектепте өткен өмірі гуманландыратұғын еді. Қалған тәріптен болса ол тәртіплі бұқара болған. Анық тастық жоқ екенлігі себеплі басқа гуманлаушы іздене бастайды. Бұнан тысқары жыл ақыры болғанлығы себеплі милиция қызметкерлері жаңа жылға шекем жинаятты ашып, басшылыққа есабат берулері керек болған. Сол себеплі олар алдын сутланған һәм кішкене қызды өлтірген үшін 10 жыл қамалып шыққан Александр Кравченконы қамаққа алады. Бірақ оның да хаялы күйеуі сол күні үйінде болғанына сендіреді. Кравченко қойып жіберілді. Бірақ тез арада қонысының үйіне ұрлыққа түскені себеплі және бөлімге алып келінеді. Қызметкерлер Кравченконың камерасына нешебентті кіргізеді. Бұйрыққа көре оны ұрып азаплар еді. Ол Кравченкодан қызды өлтіргенін таң алуды талап етеді. Ауруларға шыдай алмаған Кравченко болса, істемеген жинаятын таң алады. Қызметкерлер оның хаялын шеріклікке айыплау менен қорқытып, алдын берген мағлуматларды өтірік екенін таң алуға мәжбүрлейді. Хаялы разы болады. Құласы Кравченко негізі Чикатило өлтірген қызды зорлап өлтіруде айыпланады. Һәм алдын 15 жылға кейінірек болса атуға хүкім етіледі. Бұнан соң Андрей Чикатило қорқып жасырына баслайды. Себебі ол кейінгі жинаятлардан оны анықлап алады деп қорыққан. Бірақ бірнеше ай өткеннен кейін маньяк 17 жаслы студент қызды олжа ретінде таңлайды. Айрым мағлуматларға көре, қыз жезөкшелікпенен тіршілік еткен. Һәм сол ұшында бейтаныс адамменен Дон дариясының адам бармайтұғын жерлеріне баруға разы болған. Чикатило ол менен жақын қатынаста болуға харекет етеді. Бірақ импотенция себеплі және бір мәртте бұның имканияты болмайды. Қыз күліп жібереді. Бұл болса Чикатилоның ашуын келтіреді, һәм оны қинап өлтіреді. Чикатило біраз уақыт адам өлтіруді тоқтатады. Бірақ 1982 жылға келіп, маньяк 9 жастан 16 жасқа дейін жетім мектеп оқушысын өлтіреді. Ол құрбанларды теміржол станцияларында, бандергілерде, пойызларда һәм автобусларда ұсталар еді. Ол іләші болғанша ата-анасы жоқ балаларды ізлеген. Чикатило олармен сөйбетлесіп, сеніміне кіріп, түрлі сылтауларменен өзіменен алып кеткен. Сұрау пайда болады. Қалайынша кішкене балалар, ямасы студенттер, ол менен бірге кетуге разы болған. Гап сонда Андрей Чикатилоның сыртқы көрінісі жәмиет тарапынан орнатылған белгілі бір нормаларға толық сай тура келетұғын еді. Істейтұғын, партия үшін жаным беретұғын, коммунизм идеяларын терең білетұғын, түрлі темаларда сөйбетлесе алатұғын, тәртіплі киінген инсан. Чикатилоның тарихы арқалы адамлардың сөздері һәм сыртқы көрінісі олар қандай адам екен негізінде көрсетпейтұғынлығын көру мүмкін.
Манавият хақындағы жақсы білімдерге ие адам негізінен манавиятлы болмауы. Сізге қандай жасауды үйретпекші болған адам негізінде өз өмірін ақылға сыймайтын қарарларменен құртқан болуы мүмкін. Өкініштісі, егер жәмиетте белгілі бір жалғыз идеология һәм шекаралар сіңдірілген болса, адамның жақсы жаманлығын оның сол шекараларға әмел қылу һәм қылмауына байланысты болып қалады. Осыларды түсінген Чикатило жауапкершіліктен аңсатлықпенен құтылып кете берген. Чикатило құрбандарды жаны үзілмей тұрып денесін бөліклерге ажырататын еді. Сондай-ақ жынси ағзасын һәм ішеклерін кесіп тастаған. Алдын маньякты іздеген детективлер бұл жинаятларды морг қызметкерлері іздеген деп ойлаған. Себебі ол өлілерді қалай ашу жолларын білетін еді. Чикатило құрбандардың жынсы ахметсіз еді. Тек арғысы одан күшсіз болса болды. Маньяк өз құрбандарын хұжым қылғанда бірінші нәубетте оның көздерін мөлшерлейтін еді. Мағлұматларға көре айыпкерлікті сезген һәм жинаят уақытында оған қарауын қаламеген. Басқа деректерге көре ол өлген адамның көздері соңғы көрген адамның сәулелендіріп тұруынан қорыққан. Чикатило базада өлген адамлардың бір бөлегін өзіменен алып кеткен. Оның өмірлік жолдасы маньяк һәм уақыт өзіменен жұмыс сапарында кішкене бір қазан алып кеткенін естиді. Чикатило құрбандардың жынси ағзаларын пісіріп жеген. Ол бұл затты оның импотенциясын жеңуге жәрдем береді деп сенген. 1983 жылда криминалистика тарихында ақмақлар ісі сипатында есте қалған іс қозғатылады. 1983 жыл сентябрь айында Ростов-на-Дону қаласында Первомайский районда трамвайды ұрлайжық уақытында 20 жаслы ақлы зайып мектеп-интернат тәрбияланушысы қолға алынады. Жігіт ізбе-із түрлі жинаятларды мойнына ала бастайды. Кейінен болса кішкене қыз һәм балаларды өлтіргенін мойнына алады. Сондай-ақ шеріклерінде айтады. Олар да ақлы зайып адамлар еді. Олар Чикатило істеген жинаятларды ізбе-із таң ала бастайды. Кейінірек анықталуынша, милиция қызметкерлері оларға жинаят хақында толығырақ айтып беріп, олардың байланыслы бар жоқ екенлігін сұраған. Не болып атырғанлығын түсінбейтін рухи кеселдер болса, ауа бар деп жауап берген. Милиция қызметкерлері ақлы награнлығы болған шақсыларға толық мағлұматларды айтқан. Олар болса тасдиқлап тұрған. Бірақ ақмақлар ісі қатынасушылар қолға алынғанда, Новошахтинск һәм Шахты қаласында ауыр жинаятлар давам ететін еді. 1983 жыл сентябрьден 1984 жыл январь айының басына шейін бірнеше қыз һәм 2 ұл белгісіз жинаятшының құрбанына айланады. Маньяк олардың біреуіне пышақпенен 70-тен артық ұрған. Бұл жинаятларды тергеу қылуда совет милициялары және бейпаруалыққа жол қойды. 1983 жыл сентябрь айында Чикатило Тоғайда 22 жаслы қызды өлтіреді. Қыздың денесін тауған бұқаралар милицияға мүражат қылады. Айтылған мәнзілді тауалмаған қызметкерлер болса қайтып кеткен. Арадан бірнеше ай өткеннен кейін қыздың денесі табылады. Бірақ бұл уақытта келіп өліне үйренудің ахметі жоқ еді. Бұл жинаятлар давам етуіне қарамастан детективлер қайсарлық пенен ақмақлар ісіменен шұғылданды. Және бірнеше ай ақлы зайыплар қолға алынған. Олар соңғы жинаятларды өздері істегенін тән алды. Сонымен бірге 1984 жыл январь һәм февраль айларында Ростовтағы бақта 2 хаялдың өлігі табылды. Сонан кейін детективлер жолаушы масқара қылған рухи кеселді күмәнлаушы сипатында қолға алады. Сонымен бірге ол физикалық жақтан да награн болған. Бірақ та ол да істемеген жинаятларын таң алады. Ростовліктер арасында қала һәм оның атрапында істейтін ақылдан азғанлар топары хақында қорқынышлы гәплер тарқалды. Бірақ та сырлы жинаятларды тергеу қылу соңында Иса Костаев басшылығында жаңа тергеу топарына тапсырылды. Һәм тергеуде барлық белгісіз мағлұматлар тез арада табылды. Ақмақлар ісі 1985 жылда жұмақланды. Һәм барлық күмәнланушылары қойып жіберілді. Қамаққа алынған бірі болса, азатлықты күтпестен СИЗОда қайтыс болды. Андрей Чикатилоны ұстауда оператив қызметлерге жәрдем беруге харекет еткендерден бірі психиатр Александр Бухановский еді. Ол өз материалларын толығыменен үйреніп шықты, һәм маньяктың анық психологик портретін түзді. Атап айтқанда, Қанеге жинаятшыны шаңарақлы адам,
жақсы көрініске ие, һәм маргиналларға улума байланысы жоқ деп шамалады. Болмаса ол құрбанлардың сеніміне аңсатлық пенен кірмес еді. Сондай-ақ Бухановский жинаятлар көбінесе шейшембе һәм пейшембе күндері жүз етілуіне ітібар қаратты. Адамлардың өлігі Новочеркасск, Ростов пойызлары жүретін теміржол жақында табылған. Бұл күзетулерге текарланып, психиатр маньяктың жұмысында нәубетшілік барлығы ямаса қызмет сапарларына бару һәм көбінесе жәмиетлік транспортларда, пойызларда ямаса автобусларда жүруін шамалады. Бұнан тысқары Бухановский хатте Андрей Чикатило істеген таминат тармағын көрсеткен кәсіптер тізімін түзді. Бірақ психиатр тарапынан түзілген маньяктың портреті құқықтық қорғау ұйымларына ешқандай жәрдем бермеді. Хатте Бухановскийдің барлық критерияларына түс келген жинаятшы милиция тарапынан қамаққа алынған уақытта да. Бұл 1984 жылдың күз айында жүз берді. Сол жылы маньяк қолынан 15 адам қайтыс болды. Һәм сол уақытта шекем Андрей Чикатило 32 жинаятты әмелге асырған еді. Бір күні кешкі уақыт. Ростов автовокзалында қызмет қылып атырған участка инспекторы 47 жаслы ер адамды жастар арасында көріп, оған ітібар қаратады. Бұл Чикатило еді. Милиция қызметкерлері оны ұслап бөлімге алып барды. Оператив қызметкерлер тезлікпен оның чемоданын тексеріп шықты. Вазелин, жіп, сабын һәм пышақ оларды гуманландырды. Бұнан тысқары психиатр Бухановский шамалағанындай, қолға алынған шақс таминатшы болып істеген һәм тұрақлы түрде қызмет сапарында болған. Бірақ та қанегелердің профессионал емеслігі пәнт берді. Алдыңғы олжалардан алынған анализдерге көре, жинаятшының қан группасы 4-ші группа деп анықланған. Тикарнан болса 2-ші группа еді. Бұнан тысқары ол тезлікпенен чемодандағы нәрселер бойынша түсіндірді. Вазелин сақал алу үшін, сабын гигиена құралы. Жүкті байлау үшін болса жіп керек. Чикатило ауыр басық бас тонда сөйлейтін еді. Соның ұшында қызметкерлер оған сенді, һәм қойып жіберді. Автовокзалдағы уақиядан көп өтпей, маньяк аккумулятор ұрлауда айыпланып, 1984 жылдың декабрьде шейін 3 айды қамақта өткереді. Чикатило азатлыққа шыққанында болса, сырлы маньяк Ростов адам өлтірушісі һәм Бұқара X лақапларын алған еді. Жинаятшының ізіне түскен оператив қызметкерлер жинаятлар давам етіп атырғанын көріп, лесопаласа аты менен үлкен операцияны баслайды һәм оған 10 миллион рубль ажыратылады. ВАЗ-2101 Жигули автомобилі 8000 рубльді құраған һәм 200 рубль жақсы минет хақы есепланатын уақытларда бұл сондай дәрежеде көп еді. 1986 жыл апрель айында Ростов тоғайлары һәм далаларын қадағалау үшін вертолетлар хауаға көтерілді. Теміржол станциялары һәм электр пойызларында болса, тұрақлы түрде хаял милиция қызметкерлері қызмет ететін еді. Олар апай адамларға ұқсап киініп, олжаға айлануды мақсат еткен. Бұл уақытта олардың еркек кәсіптестері вагонларда патрульдік қылған. Ростов viloyatining барлық қала, поезд, автомобиль һәм темір жол станциялары да қадағалау астында еді. Сақшылар маньяктың алдын түзілген портреттеріне мас келген барлық гуман адамларды ізледі. Милиция қызметкерлеріне апайып қаралардан түзілген сергек бөлімлер жәрдем бере бастады. Олардың арасында Андрей Чикатилоның өзі де бар еді. Операция жағдайын аңлап, жинаятшы жасырынуға қарар етті. Нәтижеде лесопаласа операциясы 1000-нан артық басқа адам өлтірушілік, ұрлық, таланшылық һәм зорлық сияқлы жинаятларды анықлау һәм алдын алуға жәрдем берді. Бірақ текарғы жинаятшы қолға алынбады. Оператив қызметкерлері 160 мыңнан аслам айдаушылар һәм жинси жинаятлар үшін судланған 2000 адамды тексерді. Олардан айырымлары өз жанына қас қылды. Басқалар тергеу уақытында жүрек кеселіклеріне себеплі қайтыс болды. Чикатило болса өлтіруді давам ететігін еді. 1987 жыл май айында Свердловск viloyatында қызмет сапары уақытында ол мектептен қайтып келатырған 13 жасар мектеп оқушысын қинап өлтіреді. 1990 жыл
6 ноябрьде Ростов-Лихай поездінде Чикатило 22 жастық қызбенен сөйлешлеседі, һәм оны айлануға шақырады. Қыз разы болады. Бірақ адам аз станцияда патрульдер көплегенінен қорқып, адам көп станцияда түсіп қалады, һәм Тоғайға барады. Қызға тасланған Чикатило күшлі қарсылыққа ұшырайды, бірақ соған қарамастан оны қинап өлтіреді. Қыздың тырнақлары астында оның терісінің бөлектері қалады. Чикатило сергектілігін жоғалтқан еді. Ол егер жалғыз болсам, милиция қызметкерлері ітбар бермейді деп ойлайды. Бірақ Тоғайдан шығып келе жатырған костюм шалбардағы адам сержант Игорь Рыбаковты гуманландырады. Ол Чикатилоның хужетлерін сұрап, мағлуматларын жазып алады, һәм кейін қойып жібереді. Қызды өлтірген гуманланушылар арасында Чикатило да пайда болады. Ол ізден батырған Бұхара X портретіне жүдә мас еді. Сол себептен де Андрей бақылануға алынады. Бұны білмеген Чикатило болса, жаңа құрбанларды ізлер. Жас қызлар һәм балаларға жақынласуға харекет етер еді. Нәтижеде бұны күзетіп барған қызметкерлер оны қолға алады. Ол қарсылық көрсетпеді, һәм арқайнылықпенен қолын арқасына тұтты. Тексеру уақытында маньяк алдынан пышақ, балта һәм аяқ киім, сондай-ақ ішінен жіп һәм вазелин болған чемодан табылды. Бірақ Чикатило таң алуға асықпайтын еді. Ол тергеуде оған қарсы анық дәлелдер жоқ екенлігін, сонымен бірге қамаққа алынудың 15 күні жұмақланып батырғанлығын білетін еді. Низам бойынша 15 күн ішінде Чикатило айыплану ямаса азатлыққа шығарылуы керек еді. Бірақ психиатр Александр Бухановский ол менен сөйлесу үшін келеді. Чикатило менен ашықтан ашық сөйлесу үшін оған 3 сағат уақыт жетті. Маньяк жылап жібереді, һәм істеген жинаятларын һәммесін таң ала бастайды. Хүкім шығарылуынан бірнеше күн алдын маньяк КГБ тергеу іркілісханасының жалғыз камерасында отырды. Бекардан бекарға бұндай орын таңланбады. Себебі тергеушілер оның сутқа шекем жасай алмайтынлығынан қорққан. Өткені оның құрбанларының ағайындары арасында құқықты қорғау ұйымларында істейтінларда болған. Бұл адамлар өздерінің таныстарынан пайдалану һәм өш алу қаупі бар еді. Көпшілік Чикатилоға жеңіл жаза берілу һәм ол тезірек қамақтан шығу тәріптары еді. Себебі құрбанлардың жақынлары оны өз қолдарымен азаплап өлтіруді қалеген. Ақлы жақтан саламат деп таң алынған Чикатило болса өзін рухи кесел қылып көрсетуге харекет етті. Судьяларды масқара қылар еді, һәм қолайсыз харекетлер істей бастады. Бірақ бұның енді ахметі жоқ еді. Себебі оның ақылы зайып емеслігі тасдиқланған еді. Ол har бір жинаятты біліп, режелестіріп әмелге асырған. Бұл бірден пайда болған агрессия болмаған. Мен қай жерде істеген, қай жерде болған болсам, жолда адамларды өлтіріп қалдыратығын едім. Har жылы мен табиаттың қандайда бір қатесімен, қандайда бір жеркенішілік, тоғай қасқыр болып қалдым. Бұл жәмиетте жабайы қасқыр, деді маньяк судта. Сақшылар сұлданушыны тасыған машина һәм суд залындағы решеткаларын Чикатилодан өш алмақшы болғанлардан зорға қорғады. Ол өмірімізді қорқылды. Біз оған хүкімді өзіміз шығарамыз, деп бақыратығын еді хаялар. Тез жәрдем қызметкерлері нәубетшілікте болып, тыныштандыратығын уколларды салып тұрар еді. Себебі маньяк өз жинаятлары хақында айтқанда, құрбанлардың жақынлары иесін жойытып талып қалар еді. Ростов viloyati суды 1992 жыл 14 октябрьде Андрей Чикатилоға өлім жазасын белгіледі. Суд залында болғанлар бұл хүкімді қол шапалақлармен күтіп алды. Суд Чикатило 1978 жылдан 1990 жылға шекем Краснодар өлкесі, Свердловск, Ростов, Владимир, Ленинград, Москва viloyatlары, сондай-ақ Өзбекстан һәм Украинада іскерлік жүргізгенлігі анықлады. Бірінші хүкімге көре, маньяк қолынан 52 адам қайтыс болған, 8 жастан 16 жасқа дейін 21 бала, 9 жастан 17 жасқа шекем 14 қыз, һәм 17 хаял. Сонымен бірге Чикатилоның өзі 56 жинаятты әмелге асырғанын таң алған. Құқық қорғау ұйымларының оператив мағлуматларына көре, ол тикарынан 65 жинаятты әмелге асырған.
Суданушы hukm üstünен Россия Федерациясы жоғары судына шағым етті. 1993 жылда жоғары суд инстанциясы істі үйреніп шығып, Чикатило фактілері азлығы себептен 9 жинаят бойынша ақлады. Бірақ бұл қарар жұмақлаушы hukmге тәсір етпеді. Расми мағлұматларға көре Чикатилоның есабында 43 жәбірленуші бар. Чикатило өлтірілуден алдын өлім хақында не ойлап атырғанын соралғанда, ол сондай жауап берді. Мен ұзақ уақыттан бері бұл дүнияда едім. Мені көп мәрте өлтірген. Олар бұл дүниядан үзіліп қалды. Енді бұл дүнияда еш нәрсе қалмады. СССР тарихындағы ең атақлы маньяк 1994 жыл 13 февральдан 14 февральға өткен түнде өлтірілді. Оның басының арқа тарапынан оқ атылған. Бірақ Чикатилоның миез янланбайтығын етіп атып тасланғанлығы хақында еліге шекем қала әпсанасы бар. Айтылуынша, ми японларға үйрену үшін жіберілген. Басқа бір әпсанаға көре, маньяк ұлыма өлтірілмеген, бәлкі тірлейін тәжірибе өткеру үшін Японияға жіберілген. Не үшін айны Японияға белгісіз. Солай етіп, жасылығында көп жауыздыққа һәм кемсітуге ұшыраған Андрей Чикатило сәл үлкейіп, бүткіл инсанияттан өш ала баслайды. Ол өзін басқалардан үстін екенлігін сезу ниетінде жасады. Һәм өз эгосын зорлық һәм адам өлтіру арқалы қандырып барды. Жәмиетте жаратылған стереотипларды жақсы білу болса, оған өзін тәртіплі, ашық кеуіл адам рөліне кіріп, жауыздықтарды әмелге асыруға қандай да бір мәністе жәрдем берді.